Амал мерекесін жетісайлықтар да жоғары деңгейде атап өтті. Ал жақыннан жиналған ағайындар бір-бірімен көрісті. Атап айту керек, бұл үрдістің тәлім-тәрбиелік мәні өте жоғары. Көрісу күнінде халық қыстан аман шыққанына қуанып, саулық сұрасады. Көктем шуағымен қатар келетін көрісу мерекесі жетісайлық жұрттың асыға күтетін күні. Себебі қыстан аман шығып, қазақтың жаңа жыл саналатын наурызға қадам басады. Бір-біріне бір жас қосуымен деп ыстық лебіздерін білдіреді. Біз бала кезімізде осы тасадық, Құдай астарыны көріп өстік қой. Сол күні ата-бабаларымыз, әжелерімізді сондай бір жиналып дұға жасап, әйтеуір елдің амандығына, жұрттың тыныштығына өткендерімізді дұға жасап, енді әйтеуір өткендерді еске алуымыз керек. Сонымен қатар мұсылман сыртында жасаған дұға қабыл дейді иншалла. Әйтеуір бүкіл елімізге, бүкіл мұсылман жұртына жасап атқан дұғаларымызды қабыл еткен болсын Алла Тағала. Амал мерекесі әрмен қарай көктем аруы 2021 шарасына ұласты. Көптің көңілінен шыққан байқауға бақ сынауға келген арулар тарихи тағылым мен салт дәстүрден сыр шертті. Біз енді ол қаладағы іс-шараны ауылдың кереметтей деңгейінде өткізіп, соның ішінен топты жарған қыздарды көріп біз марқайып қалдық. Өте керемет болса да енді сайыс болғаннан кейін бақ жанат, үлкен бас жүлде болады. Бүгінгі жалпылама қыздарымызды дайындаған ұстаздарға мың алғыс. Мерекелік шараларды сағынған жұрт жанына қос шарақ қуаныш сыйлады. Жиналған қауым алдағы ұлыстың ұлы күні әз наурызда бас қосуға ниеттеніп, шат-шадыман күйде тарқасты. Жетісай ауданынан Перизат Ортай, Олжас Байтуов, жаңалықтар.